күнделікті өмірде аяқ киімнің тозғанын көреміз. Немесе көліктердің дөңгелектері кедір-бұдыр етіп жасалады. Тетіктерді бұраған кезде, немесе біздер жүргеннің өзінде бұл жерде қандай сыртқы күштер әсер етеді біздерге, немесе қандай құбылыстар пайда болады. Әрине, бұл жағдайда үйкеліс күші көрініс табады. Ендеше біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үйкеліс күші, үйкеліс күшінің оң және теріс әсерлері. Бұл тақырыпты игеру барысында біз мынандай оқу мақсаттарына қол жеткізуіміз қажет. Алдымен тыныштық, домалау, сырғанау үйкелістерін ажырату. Екінші оқу мақсаты үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әсерлеріне мысалдар келтіру. Бұл оқу мақсаттарын игеру барысында критериялары: үйкелістің пайда болу себептерін түсіндіру, үйкелістің түрлерін білу, үйкелістің неге тәуелді екенін білу, пайдалы және зиянды үйкеліске мысал келтіріп түсіндіре алу, үйкеліс күшінің мәнін есептей білу. Үйкеліс не себепті пайда болады? Және үйкеліс күші дегеніміз не? Алдымен үйкеліс күші қай кезде пайда болады деген сұраққа жауап беретін болсақ, үйкеліс күші денелер жанасқан кезде жанасушы беттер арасында пайда болатын электромагниттік күш. Неліктен пайда болады? Және бағыты қалай? Үйкеліс күші әрине қозғалысқа қарама-қарсы бағытты алады. Ал пайда болу себебі денелердің барлығы ұсақ бөлшектерден тұратынын білеміз. Жанасатын беттер өте жақсы өңделген уақытта денені құрайтын бөлшектердің бір-біріне тартылуы нәтижесінде үйкеліс пайда болады. Немесе жанасатын беттер өңделу сапасы өте нашар болған кезде олардың кедір-бұдыр болу себебінен үйкеліс күші пайда болады. Міне осы екі себеп нәтижесінде үйкеліс күші пайда болады. Үйкелістің қандай түрлері бар? Үйкелістің 3 түрі бар. Бірінші, егер бір дене екінші дененің бетімен сырғанайтын болса, сырғанау үйкелісі пайда болады. Ал бір дене екінші дененің бетімен домалайтын болса, ол кезде домалау үйкелісі пайда болады. Ал бір дене екінші денеге қатысты тыныштықта тұратын болса, ол кезде пайда болатын үйкелісті біз тыныштық үйкелісі деп атаймыз. Ал тыныштықта тұрған денелерді қозғалысқа келтіру үшін қандай әрекет жасаймыз? Бұны түсіну үшін мынандай бейне материалмен таныс болайық. Дене тыныштықта тұрған кезде, ешқандай сыртқы күштер әсер етпеген кезде, денеге әсер етіп тұрған күштер бірін-бірін теңгереді. Ол кезде денеге ауырлық күші мен тіректің реакция күші әсер ететінін білеміз. Бұл күштер бірін-бірін теңгергендіктен дене тыныштықта тұр. Ал егер де ол денені орнынан қозғау керек болған жағдайда, біз денеге белгілі бір сыртқы күш жұмсаймыз, оны орнынан қозғау үшін. Алғашқы кезде тыныштық үйкелісіне тең болған кезде сыртқы күшіміз дене орнынан қозғала бастайды. Содан кейін барып, дене орнынан қозғалып бастағаннан кейін барып, сыртқы біздің тарту күшіміз бен үйкеліс күші тең болған уақытта дене бір қалыпты қозғала бастайды. Ал бұл үйкеліс күші қандай шамаларға тәуелді? Бұл үйкеліс күшінің қандай шамаларға тәуелді екенін түсіну үшін алдымен мынандай зерттеу жұмысын жүргізуге тапсырма беріледі. Ол үшін сырғанау үйкеліс күшін зерттеу керек. Сырғанау үйкеліс күшін зерттеу үшін оқушыларға мынандай құрал жабдықтар беріледі: жүктер, білеуше және динамометр. Жаңағы бейне материалдан баяндап өткендей, егер дененің қозғалысы бір қалыпты болатын болса, бұл кезде денеге әсер етуші үйкеліс күші мен тарту күші тең болады. Яғни, егер біз денені жазықтық бетімен бір қалыпты сүйрейтін болсақ, динамометр көрсетіп тұрған тарту күші үйкеліс күшіне тең. Ал бұл кезде денеге вертикаль бағытта әсер ететін ауырлық күші мен тіректің реакция күші өзара тең болғандықтан, тіректің реакция күшінің мәнін М көбейтілген G деп алуымызға болады. Яғни бұл денеміздің немесе жаңағы білеушеміздің тірекке түсіріп тұрған салмағы. Алдымен білеушенің салмағын динамометр көмегімен өлшеп аламыз. Ол 0,9 ньютон болады. Бізге берілген жүктердің әрқайсысының салмағы 0,5 ньютон.
алдымен ең бірінші үйкеліс күшінің жанасатын денелердің бір-біріне түсіретін қысым күштеріне тәуелділігін зерттеуге тапсырма беріледі. Ол үшін экранда көрініп тұрғандай кесте саламыз. Білеушенің үстіне бір жүк пен екі жүк және үш жүк қоя отырып, біртіндеп оның салмағын арттыра отырып, біз оны динамометрмен сүйрей отырып, пайда болатын үйкеліс күшінің мәнін кестеге толтыру қажетпіз. Оқушы жасаған жұмыстан көрініп тұрғандай, білеушенің бетіне бір жүкті қойған кезде динамометрдің көрсетуі берілген. Одан кейін екі жүк қойған уақытта білеушені бір қалыпты жастық бетімен сүйреген кезде динамометрдің көрсетуі берілген. Және үш жүк қойғаннан кейін динамометрмен бір қалыпты білеушені сүйреген кезде динамометрдің көрсетуі тағы да берілген. Бұл көрсетулерден динамометрдің көрсетуінің, яғни үйкеліс күшінің, сырғанау үйкеліс күшінің мәнінің жүктің салмағы артқан сайын үйкеліс күшінің де мәнінің артатындығы көрінеді. Бұл көрсетілімдердің барлығын алып кестеге жазамыз. Сонда қандай қорытынды жасалады? Қорытынды: үйкеліс күші дене салмағына тура пропорционал. Екінші, үйкеліс күшін зерттеу вақытында берілетін тапсырма үйкеліс күшінің жанасатын денелердің материалынан тәуелділігін анықтау. Ол үшін үстіне екі жүк қойылған білеушен алдымен ағаш бетімен, жазықтық бетімен сүйрейміз. Содан кейін барып екі жүк қойып, резеңке бетімен, тағы да жазықтық бетімен бір қалыпты сүйрейміз. Бұл кезде динамометрдің көрсетулерін тағы да кестеге жазамыз. Экранда көрініп тұрғандай, екі жүгі бар білеушені ағаш бетімен сүйрегенде динамометрдің көрсетуіне қарағанда, резеңке бетімен сүйреген кездегі динамометрдің көрсетуінің артқандығын көруге болады. Бұдан үйкеліс күшінің жанасатын денелердің материалына тәуелді деген қорытынды жасауға болады. Үшінші тапсырма: үйкеліс күшінің жанасу бетінің ауданына тәуелділігін анықтау. Ол үшін динамометрді алдымен пайдалана отырып, алдымен білеушені бір қырымен жазықтық бетімен сүйрейміз. Екінші, табанымен жазықтық бетімен сүйрейміз. Бұл кездегі динамометрлардың көрсетулерінің бірдей болып өзгермегенін көруге болады. Бұдан шығатын қорытынды: үйкеліс күші жанасатын беттердің ауданына тәуелді емес. Осы зерттеулер нәтижесіне қарай отырып, үйкеліс күшін есептейтін формуланы қалай жазуға болады? Үйкеліс күші денелердің материалына тәуелді және денелердің тірекке түсіретін қысым күшіне тәуелді деп қорытынды жасай отырып, үйкеліс күші тең болады мю көбейтілген n деп формула жазамыз. Бұндағы мю деп тұрғанымыз үйкеліс коэффициенті, ал n дегеніміз тіректің реакция күші. Үйкеліс коэффициенті мағынасына кішкене көңіл аударатын болсақ. Үйкеліс коэффициентін алдымен қалай анықтауға болады? Үйкеліс коэффициентін анықтау үшін бірінші тапсырмада орындағанда шыққан мәндерді пайдалана отырып, мынандай кестені қолданамыз. Яғни бірінші тапсырманы бір жүкпен, екі жүкпен және үш жүкпен білеушені бір қалыпты сүйреген уақытта динамометрдің көрсетулерін пайдалана отырып, бұл кезде жүктің салмағы артқан кезде үйкеліс күшінің де мәнінің артқанын көрдік. Осындағы бірақ үйкеліс күшінің тіректің реакция күшіне қатынасы шамамен бірдей болып қалғанын көруге болады. Бұдан жанасатын денелердің материалы өзгермеген уақытта үйкеліс коэффициентінің де мәні тұрақты болып қалатын көруге болады. Яғни үйкеліс коэффициенті тек қана дене материалына тәуелді. Үйкеліс коэффициенті әртүрлі материалдар үшін анықтамалардан мәнін алуға болады. Мысалға, мына кестеде болат пен болаттың жанасқан кездегі, резеңкенің құрғақ асфальтпен жанасуы кезінде, резеңкенің ылғал асфальтпен, болат пен мұздың және ағаш пен ағаштың жанасу кездерінде пайда болатын үйкеліс коэффициенттерінің мәндері көрсетілген. Бұл кезде жанасатын беттердің сапасына қарай олардың
үйкеліс коэффициенттерінің мәні белгілі бір аралықта өзгеретіндігін байқауымызға болады. Үйкеліс күші қозғалысқа қарсы бағытталатын болғандықтан, ол үнемі пайдалы ма, әлде зиянды ма деп сұрақ қоятын болсақ. Күнделікті өмірде қыста мұз қатқан уақытта адамдар құлайды. Ал дөңгелектің тетіктерін біз арасында майлаймыз. Себебі, егер майламайтын болсақ, оның педальдарын айналдыру өте қиынға соғады. Жүреміз, көп нәрселерді біздер қолымызға ұстаймыз. Сонда бұған қарап, егер үйкеліс болмаса, біз заттарды қолымызға ұстай алушы ма едік? Осыған қарап, үйкеліс пайдалы да, зиянды да деп қорытынды жасауға болады. Үйкелістің пайдалы жақтарына назар аударатын болсақ, егер денелердің арасында үйкеліс болмаса, біз жүре алмаған болар едік. Қолымызға ештеңе ұстай алмас едік. Үйкеліс пайдалы болған кезде, оны арттыру үшін, мысалы, аяқ киім табандарын резинадан және кетір бұтырлы етіп жасайды. Көліктер дөңгелегін қыста шегелері бар дөңгелекпен алмастырады. Жолды мұз басқанда үйкелісті арттыру үшін жолға құм төсейді. Ал үйкеліс зиянды болған уақытта, үйкеліс күші кедір бұтыр беттер болған уақытта көліктердің жүруіне, машина тетіктерінің арасында пайда болатын үйкеліс олардың айналуына кедергі келтіреді. Бұл кезде үйкелісті азайту үшін тетіктерді майлайды. Тұрмыста үй жиһаздарын орнынан қозғау қиынға түскенде еденді сулайды. Неліктен сұйық үйкелісті азайтады? Себебі сұйық қабаттары жанасқан беттерге жабысады да, олардың бір-бірімен тайғанауына келеді. Сонымен қатар, сырғанау үйкелісін домалау үйкелісіне ауыстыру кезінде де үйкелісті азайтуға болады. Мысалға, біз қыста шана сүйреміз, ал жазда жер қар болмағанда қара топырақтың үстімен біздер қара жермен жүрген уақытта біз сырғанау үйкелісін домалау үйкелісіне алмастырып арба сүйреміз. Енді осы айтылған мәліметтер бойынша мынандай сұрақтарға жауап берсеңіздер. Суретте әртүрлі үйкеліс түрлері берілген. Осыған қарай отырып, қандай үйкелістің түрі көрініс табатындығы туралы жауап берсеңіздер. Әрине, бірінші суретте арба, машина доңғалақтарымен жермен дөңгелеген уақытта, қозғалған уақытта, бұл кезде оның доңғалақтары мен жердің арасында домалау үйкеліс пайда болады. Ол қозғалысқа қарама-қарсы бағытталады. Ал мына жағдайда шанамен сырғанаған уақытта пайда болатын үйкеліс бұл сырғанау үйкелісі. Ал мына суретте, үшінші суретте берілгенде, бұл кезде тетіктерді орыннан эскалатормен жоғары қарай көтеру үшін тыныштық үйкелісі болмаса, біз оларды көтере алмаған болар едік. Бұл пайда көрініп тұрған үйкелістің түрі бұл тыныштық үйкелісі. Келесі сұрақ. Көліктердің, автобустардың әрине біз күнделікті өмірде көріп жүргенімізде сатыларын кетір бұтыр етіп жасайды. Осыған сәйкес сұрақ, жолаушы көліктердің баспалдағы неліктен кетір бұтырлы етіп жасалады? Жанасатын беттердің кетір бұтыр болуы материалдардың бір-біріне ілінісіп, үйкеліс күшінің пайда болуына әкеліп соғады. Сондықтан бұл кезде егер адамдардың аяқ киімдерінің табаны кедір бұтыр болатынын біз білеміз. Аяқ киім табаны мен сатылардың арасындағы кедір бұтыр бір-бірімен ілінісіп үйкеліс пайда болмаған болса, адамдар сырғанап құлаған болар еді. Сондықтан да тыныштық үйкелісін арттыру мақсатында бұл кезде көліктердің сатыларын кедір бұтырлы етіп жасайды. Келесі сұрақ. Неліктен спортшылар жаттығу алдында алақандарына ұнтақ себеді, немесе оны тальк деп атауымызға болады. Арнайы ұнтақ себеді. Не себептен? Яғни, қолдарына ұнтақ сеппесе, жаттығу жасау кезінде бұлардың қолдары тайып, құлап қалған болар еді. Сондықтан да бұл кезде
қолдарына ұнтақ сеу арқылы тыныштық үйкелісін арттырады. Бұдан қандай қорытынды жасауымызға болады? Яғни, егер тыныштық үйкелісі болмаса, біз қолымызға ештеңе де ұстай алмаған болар едік. Келесі сұрақ. Керлинг ойынын бәріміз де білеміз. Соңғы кезде оны кей уақытта кейбір оқушылар тамашалап та жүр. Соған сәйкес, керлинг ойыны кезінде оған қатысушы ойыншылар тастың жолын арнайы сыпыралармен тазалап отырады. Неліктен? Бір ойыншы керлинг ойыны кезінде тасқа белгілі бір күшпен әсер ете отырып, оған жылдамдық береді. Осы кезде ол өзінің ұясына барып, дәл ортасына сырғанап барып түсу үшін, оны белгілі бір жылдамдықпен қозғала отыру керек. Сондықтан да мұздың бетінде пайда болған әртүрлі кедір-бұдырлар оның қозғалуына әсер етіп, траекториясын өзгертпеу үшін міндетті түрде оның жолын тазалап отыру керек. Сондықтан да керлинг ойыны кезінде ойыншылар тастың жолын арнайы сыпырғымен тазалап отырады. Үйкеліс күшін есептер шығаруда қолдана білуде қажет. Ол үшін алдымен есептер шығару мысалын қарастырайық. Массасы 2 тонна автомобиль тас жолмен бір қалыпты қозғалып барады. Егер дөңгелектерге әрекет ететін үйкеліс коэффициенті 0,2-ге тең болса, автомобильдің тарту күші қандай? Есептің алдымен берілгенін жазамыз. Массасы 2 тонна, оны халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыра отырып 2000 килограмм деп жазамыз. Үйкеліс коэффициентінің мәні берілген. Есептің шарты бойынша автомобиль бір қалыпты қозғалып бара жатыр. Сондықтан да V тең констант деп жазамыз. Сонымен қатар бізге тұрақты шама G-дің мәнін есептің берілгеніне жазып қоямыз. Талдау. Автомобиль бір қалыпты қозғалып бара жатқандықтан, үйкеліс күші мен тарту күші бір-біріне тең болады деп аламыз. Үйкеліс күшінің мәні үйкеліс коэффициенті мен тіректің реакция күшінің көбейтіндісіне тең болатындықтан, тарту күші де осы мәнге ие болады. Ал бұндағы N деп тұрғанымыз дененің массасы мен G-дің көбейтіндісіне тең, тұрақты шаманың. Сонда F тарту күші тең болады μ Gm көбейтілген G-ға. Есептің шешуін жазу үшін орнына формулаға мәндерді қоямыз, шамалардың мәнін. F тарту күші тең болады 0,2 көбейтілген 2000 килограмм және 10 ньютон бөлінген килограмм. Бұл жағдайда килограмм мен килограмм қысқарып, тек қана тарту күшінің өлшем бірлігі ньютон ғана қалады. Тарту күшінің мәні 400 ньютон болып шығады. Бұл есептің жауабы. Автомобильдің тарту күші 400 ньютонға тең болып шықты. Екінші есеп. Көлденең тұрған шанаға 90 ньютон күш жұмсап, орнынан жылжытты. Үйкеліс күші шана салмағының 0,45 бөлігіне тең болса, шананың массасы неге тең? Есептің берілгені бойынша тарту күшінің мәні 90 ньютон. Үйкеліс күшін жазамыз 0,45 көбейтілген F тарту. Есептің талдауы. Жаңа біз қарап өткен бейне материалда көрсетілгенде, денені орнынан қозғау үшін тарту күші ең алдымен тыныштықта тұрған денені орнынан қозғау үшін, қозғай бастау үшін біздер оған үйкеліс күшінің мәніне тең тарту күшін жұмсау керекпіз. Сондықтан үйкеліс күшінің мәні 0,45 көбейтілген N болады. Ал N деп тұрғанымыз M көбейтілген G-ға. F үйкеліс сонда 0,45 көбейтілген mg. Осыдан дененің массасын табатын болсақ, F үйкеліс күшін бөлінген 0,45 G. Есептің шешуі. Масса тең болады. Орнына
мәндерін қоямыз, үйкеліс күшінің және дждің мәндерін. Осы кезде шананың массасы 200 килограммға тең деген есептің жауабын аламыз. Сонымен бүгін біз сіздерменен үйкеліс күшінің түрлері туралы әңгіме еттік. Және үйкеліс күшінің пайдалы және зиянды әсерлері туралы әңгіме жасадық. Үйкеліс күшін зерттей отырып біз үйкеліс күшін қалай есептеуге болатындығы туралы әңгіме айттық. Осыған байланысты үйкеліс күшінің пайдасы мен зиянын ескере отырып, егер үйкеліс күші жойылса деген тақырыпта эссе жазып келуге тапсырма беріледі. Сонымен қатар, екінші, әрине бұл жоғарғы деңгейде есеп, мынандай есеп беріледі. Стол үстінде 4 кітап жатыр. Әр кітаптың массасы 200 грамм. Ең астындағы кітапты суырып алу үшін қандай күш жұмсау керек? Үйкеліс коэффициенті 0,125. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия жасасаңыздар. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнаған болса, ұнамаған болса, қызықсыз болса, және ұнаған болса, соған сәйкес смайликтарды таңдасаңыздар. Назарларыңызға рахмет.